Сәлеметсіздер ме менің көрермендерім? Бүгін біз сіздермен тамаққа әдемі дәм беретін аскөктермен айналысатын боламыз. Ең бірінші бұл жанду. Көп адамдар бұны стручковый фасоль дейді, кейбір адамдар фасоль дейді, яғни асбұршақ. Бірақ мен жанду деп айта берейін. Ең алдымен оны біз суға жуып тазалап аламыз. Одан кейін байланған белдемшелерін, жіптерін алып тастаймыз. Тазартылған бір бума жандуды алып, басындағы құрғақ жерлерін, яғни тамырларын алып тастаймыз. Одан кейін оны әдемілеп кесе бастаймыз. Әркім әртүрлі ғып кеседі, ал мен шамамен 1,5-2 см ұзындығымен кесемін. Кесу барысында ұштарын, яғни құрғақ жерлерін алып тастаймыз. Туралған жандуды осындай подностың үстіне мата төсеп, кептіреміз. Ол үшін оны бір келікті қылып тегістеп жайып шығу керек. Дәл осы қалыпта терезенің алдына 1-2 сағатқа қалдырып кептіреміз. Кейін кепкен жандуды осындай пакеттерге салып сақтаймыз. Ішіндегі ауасын шығарып тастаймыз. Келесі кезекте бәріміз жақсы танитын ол бұршақтар. Оны біз сорттап, жақсыларын таңдап алып, ағын судың астына тазалап жуамыз. Одан кейін бұршақтың ұшы мен бас жағын кесіп алып тастаймыз. Тазаланған бұршақтарды шамамен 1 см ұзындықта кесеміз. Егер сізге ыңғайлы болса, 2-3-ден қосып кессеңіз де болады. Ол біздің жұмыс процесімізді тездетуге көмектеседі. Кептірілген, жуылған және туралған бұршақтарымызды осындай пакетке немесе кез келген пластмассадан жасалған контейнерге салып мұздатсаңыздар болады. Пакетке салған кезде ішіндегі ауаны барынша шығарып тастаған дұрыс. Ауасы жоқ пакеттер сіздің мұздатқышыңыз, яғни морозильнигіңізде орын үнемдеуге көмектеседі. Мұндай асбұршақтарды қыстың күні сіз таба алмайсыз. Ал дәл осыны қазір жасайтын болсаңыз, қыстың күні тамағыңыздың дәмді болары сөзсіз. Кез келген подливке, лагманға, басқа да дымляма сияқты тамақтарға қоссаңыз өте күшті болады. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.